Барлықтарыңызға сәлем, желіден Нұралы крипто. Бұл бізде осы аптада ашылған трейдтарға разбор немесе трейдтарға шолу. Жалпы осы аптада мен 5 трейд аштым және де бұл трейдтар мінекей көзілдарыңызда тұр. Бұның барлығы мен телеграм каналда да бөліскен, стористе да барлығымен бөліскен болады. Сонымен бастайық. Бұл бізде алғашқы трейд евро бойынша трейд, ол 22 күні понедельник күні ашылды. Және де осы трейдқа разбор жасайық. Жалпы 3 RR болды бізде примерно. Кеттік. Так, часовой таймфреймді қарайтын болсақ, бізде часовой таймфрейм бұл жерде, бұл жерде бізде previous хайды шешкен болатын, және де шешкеннен кейін баға имбалансын толтырып, төмен қарай бізге шортқа жақсы закрепление берген да. Және де осыны информацияны көре отырып, мен өзімнің сауда жасайтын уақытында манипуляцияны байқадым, және де баға осы жақтағы ликвидность шешкендіктен, плюс бізде общий бағаның контексті шортқа болғандықтан, мына жерде баға ликвидностьтарды шешкеннен кейін слон берген соң позицияға кіремін деп шештім. Бірінші әрине мына жерде слон берді, мен бұл жерде үлгерген жоқпын. Және мына жақтағы имбаланстың басталуынан немесе ортасына таман позицияға кіремін деп шешім қабылдадым, және де сол жерде позицияға кірдім. Жалпы take profitті мен previous лоуға қоямын деп шештім, потому что баға бізде сол жаққа өте жақсы келе жатты. Енді әрине төмен қарай түсіріп, мысалы мына жақтағы лоуға қоюға болушы еді, но мен осы жаққа қоямын деп шештім, және де дневной цель менде осы previous лоу болды. Жалпы осы трейдті мен осылай жаттым. Так, енді давайте келесі трейдқа көшейік. Бұл бізде то же самое евро бойынша болды. Бұл жерде мен 20 күні ашылыппын, вторник күні да. Так, бұның логикасы қандай болды? Так, кеттік. Часовой таймфреймді алып қарайық. Азия ашылған кезде бізде не істейді? Мына жақтағы бүкіл ликвидностьтарды шешіп алады. Ал өткен күні бізде то же самое баға бізде не істейді? Төмен қарай шортқа былайша айтқанда ликвидностьтарды шешіп құлап келе жатады. Және де бізде өткен күні previous day лоуды шешкеннен кейін артында equal loss қалдырды. Және Азия мына жақтағы ликвидностьтарды шешіп слон структура берген соң, мен өзімнің сауда жасайтын уақытында мына жерде манипуляцияны байқап, яғни қарайтын болсақ 15 минутта бізде мына аралықта имбаланс тұр. Баға осы имбаланста реакциясын күткен болатынмын, өте жақсы реакция берді, және де оның алдында бізде баға имбалансты толтырып төмен қарай құлаған болатын, ал Лондон бізде Франкфуртта ашылған имбалансты толтырды да 3 минутта бізде слон структура жасады, және де біздің қойған take profitке бағаны алып келіп берді. Так, 811-де кірдім, және де 703-те мына жерде примерно шықтым. Келесі трейдті қарастырайық. Келесі трейд менде фунт валютный парасы бойынша болды, фунт долларда. Бұл жердегі логика қандай болды? Так, жалпы дневной таймфреймда біз имбаланстың зона интересінің ішінде тұрмыз. Так, егер біз часовой таймфрейм өтетін болсақ, баға бізде не істеген? Баға бізде previous day лоуды шешіп, баға реакция беріп жатқан кез болғанда. Ал мына жақты қарайтын болсақ, мына жақты барлығы бізде как компрессия ретінде есептедім, және де баға previous day лоуды шешіп, еще Азияның лоуды шешкеннен кейін кіші таймфреймда бағаның ликвидностьті шешіп, жоғары қарай көтеріліп бара жатқанын байқадым. То есть ликвидность шешті, так потом бізге слон структура берді. Слоннан кейін мына жақта бізде еще астында баға имбаланстарды жауып, жоғары қарай көтеріліп келе жатты да, то есть манипуляция жасап. Және мен 5 минуттық таймфреймда осы аралықта баға мына жақтағы ликвидностьті шешкеннен кейін, мына жақта бізде кіші таймфреймда имбаланс толтырғаннан кейін, мен бірден позицияға мына жерде кірем деп шештім. Және де баға мен қойған take profitқа мына компрессиялардың барлығын шешуге барды. Мына анализ бойынша мына максимумдарға келген болады. Так, енді давайте келесі трейдті қарастырайық. Келесі трейд бұл бізде то же самое фунт бойынша болды. 28.60-та кірдім, 28.982-де шықтым. Так, бұл қандай трейд болды бізде жалпы? Давайте часовик таймфрейм тұр екен, өте керемет та. Кеше баға мына жақтағы максимумды шешіп алғаннан кейін бізде прямиком previous day лоуға
барды және де превьюзді ойлауды баға қай уақытта шешті, сол маған маңыздырақ болды. Так, енді қарайық. 5 минуттық таймфрейм өтетін болсақ, Лондон ашылғаннан кейін бізде баға превьюзді ойлауды манипуляция жасап шешеді. Шешкеннен кейін бізде вот мына жерде мен слом структура алдым 5 минуттық таймфреймда да. Және осыдан кейін мен лонгқа позицияға кіремін деп шештім. Так, стопты неге мына жерге қойдым? Мына жерге емес, потому что кіші таймфреймда бізде ол зона вот ликвидностьпен жұмыс жасағанын байқап тұрмыз, және де осы жерге қойған, ну, то есть RR нормальный болу үшін осы жерге қойдым десем болады. Так, мен мына жерде кірдім, слом структура болғаннан кейін 5 минуттық таймфреймда. Және баға не істейді? Баға бізде take profitке примерно 15 минуттың ішінде апарып береді. И осылай мен бір позициямды тағы да take profitпен жаптым. Бұл бізде 4-ші позиция, енді мынау бізде 5-ші трейд, ол алтын бойынша болған, вот стоп-лосс болғанбыз. Енді стоп-лосс болғандықтан бұл трейдті разбор жасамай қойсақ та болады. Жалпы негізі анализі дұрыс болған, бірақ стоп-лосстың бұл жерде проблема болғанда, поэтому бұны разбор жасамай қояйық. Жалпы осындай трейдтер ашылды, және де айтады ғой, және де стоп-лосстар ол трейдингтің бір бөлігі, және де сіз соны дұрыс қабылдай алсаңыз, сізде жақсы нәтижелер болады. Жалпы бұл салада дисциплина мен төзімділік керек. Поэтому на дистанция жұмыс жасаңыздар, просто кейбіреулер бір трейдпен миллиондап тауып кеткісі келеді, но олай болмайды. Сізде на дистанция результат болу керек, сол кезде сіздерде жақсы нәтиже шығады. Ал сіздермен болған Нұралы крипто разбор ұнаса, видеоға лайк басыңыздар, және достарыңызбен бөлісіңіздер. Ал біз сіздермен қоштаспаймыз. Келесі аптада, келесі айларда жаңа идея, жаңа разборлармен шығатын боламыз. Сондықтан каналға жазылуды ұмытпаңыздар.